Сәлем достар, бүгін сіздермен дәмді, оңай дайындалатын апельсин алма бәлішін рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін 350 грамм ұнға 70 грамм қант қосамыз. 150 грамм сары май қосып араластырамыз. 10 грамм разрыхлитель қосамыз. 150 грамм сметана, менде қолдың қаймағы қосамыз. Енді қамыр илейміз, видеода көрсетілгендей. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір үлкен, бір кішкентай. Үлкен бөлігін формаға жайып саламыз. Видеода көрсетілгендей вилкаменен тесіп шығамыз. 5-10 минутқа 180 градуста духовкада кептіріп аламыз. Екінші бөлігін холодильникке салып қоямыз. Енді салмасы: 2 апельсин және 2-3 алма қажет болады. Алманы теркадан өткізіп аламыз. Апельсинді блендерменен ұсақтап аламыз. Енді үгітілген алмамызды қосамыз. 100 грамм қант қосамыз. 2 ас қасық крахмал қосамыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз. Духовкада кептіріп алған, яғни шала пісіріп алған коржымызды аламыз. Салмамызды саламыз. Қамырымыздың екінші бөлігін алып, терканың көмегіменен бетіне үгітіп сеуіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Беті сап-сары болғанша. Біздің бәлішіміз дайын, өте дәмді, хош иісті болып піседі. Бетін қант ұнтағымен әсемдесек те болады. Жұп-жұмсақ, міндетті түрде жасап көріңіздер, кеңес беремін. Отбасыларыңызға, қонақтарыңызға міндетті түрде ұнайды. Егер менің видеом ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.